Алғыс ретінде маған көмектескілеріңіз келсе, сайтқа кіріп бір-екі рет рекламаны басып тұрсаңыздар болады. Ссылка комментарийға жазып қоямын, немесе видеоның астында. Бахар, не болды жаным? Жағдайың жаман сияқты ғой. Өз-өзінен жүрегім айнып кетіп бірдеңе деуге шамам келмей қалды. Ренжі көрмеңіздер. Есімізді шығардың ғой. Аяқ асты уайымдап кеттік қой, қызым. Ого, қазірден бастап бүйтсеңдер, бұл жүктілік маған емес, сендерге ауыр тиетін сияқты ғой. Келші. Есім шығардың ғой, Бахар. Бәрі жақсы. Сүйіктім. Дәмді қылып ет бұқтырып жатырмын. Еттің сүйектен айырылу үшін баяу отта 6 сағат қойып пісіру керек. Енді бір 12-13 минут қалды. Шыдай тұр жаным. Жаным ау, сүйіктім ау. Неге сонша өз-өзіңді мүжей бересің? Олар үшін осыншама мойыға бола ма? Ол жеке жайдағылар сен сияқты қызғалдағымның бір күлтесіне де татымайды ғой. Күлте болғанда қоя тұрып, қалам шаңа да татымайды. Сен менің жанымсың ғой. Мына мұрныңды жеп қояйын ба? Сенің барыңа тәубе. Сенің де барыңа тәубе. Я? Тыныштық ба, қыздар? Әке, бүгін кешкісін Мүге екеміз біраз қыдырып қайтсақ па деп едік. Мәссаған, тентек қызым, қыдырып қайту дегенді қайдан шығарыңдар? Мен сендерге дәмді етіп өз қолыммен тамақ жасап жатырмын ғой. Соны бәріміз жейміз. Дұрыс қой, әке, бірақ қызық кино болады екен. Соған барсақ деп едік. Апа, ол фильм тіпті Оскар сыйлығына да ұсынылған көрінеді. Былтыр ғана мен соның біреуін көрдім. Әлгі аюы бар ше. Меніңше Оскар сыйлығын Леонардо емес сол аюға беру керек еді. Не дейсің, рұқсат етеміз бе? Барғылар келіп тұрған сияқты. Өзің білесің ғой. Дегенмен рұқсат берейік. Құдайым, менің қыздарым бой жетіп қыдырып қайтуға рұқсат сұрап отыр ма? Жарайды, рұқсат. Алақай. Өмірімнің жалғасы. Бірақ көп кешпеңдер. Қызау, ол не? Қане бер келші. Бер қара. Жаныма кел деймін, қыз. Кел. Наларды қарашы, ой. Біз қандай керемет отбасы болдық, я. Енді жетпей тұрғаны. Әдила, Нәшитта. Мен өз құлғана. Мен де бақыттымын. Жандарында жаным тыныштық табады. Мен де. Керемет. Ақшаларың бар ма? Бар. Жақсы. Кенан мырза. Нелгүн ханым келді. Нелгүн ханым? Апам келді ме? Нелгүн Стамбулда ма еді? Желі мен іздеп тапты ғой. Ал? Ол анасын айтқан, сосын ол екен жайымды білген болар. Міне, сондықтан... Мені неге жасырдың? Сені жасырдым ба? Иә. Мен бе? Иә. Саған айтпап бем? Жоқ. Онда аузыма бұрыш себу керек. Ұмытып кеткенмін ғой. Ұмытқанмын ғой. Иә. Дұрыс айтасың. Ұмытатындай ақ нәрсе ғой. Солай ма? Иә. Кетет, жаным. Сен ештеңені де уайымдама. Біраз отырады да кетеді. Жайлардың жағдайын білуге келген ғой. Қалай екенін білуге келген. Кенан мырза, не істейік? Шақырыңдар осында, келсін. Кірсін деп айтыңдар. Мен де атақты Нелгүнмен танысайын. Танысайық. Анашым, Жаным, қызым.
Тыныштыққа дейілген сені күтпеп едік. Қызымды сағынып кеттім. Негізі алдын ала айтып қойғаным жөні де. Әрине жаным, жоқ, негізі оның керегі жоқ бұлар. Сәлем. Анашым, Мүге екеміз киноға кет бара жатыр ек. Кел, Мүге, сен апамен таныстырайын, танысып қой. Сәлематсыз бе, мен Мүгемін. Танысқаныма қуаныштымын. Анашым, әкем дастарханды жайнатып қойды. Бірақ біз бола алмаймыз. Кетіп барамыз, мүмкін сен болатын шығарсың. Сол дұрыс емес пе, әке? Әрине. Болады. Тамаша болады. Иә. Ғажап болады. Олай болса, біз кеттік. Жақсылап демалып қайтыңдар, қызым. Жолдарың болсын. Ас болсын. Сау болыңдар. Мен ең дұрысы сендерді өзім таныстырайын. Нелгін, Күлия, Нелгін. Сәлематсыз бе. Танысқаныма қуаныштымын. Сіз Кенанның бұрынғы елісіз ғой. Атыңызды естігенмін. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Сіз бәрін де естіген екенсіз. Біз жаңадан бас қосып жатырмыз, оны да естіген боларсыз. Құтты болсын. Мазаларыңызды алмадым ба? О не дегеніңіз? Мен сізді көргенім үшін, сізбен танысқаным үшін қатты қуанып отырмын. Өзім де сізді күтіп жүредім. Сенсеңіз, көп жасағыр Кенан қанша сағат бойы мен ұнататын тамақты ықыласпен дайындады. Сондықтан сіз де дастарханымызға бізбен бірге отырып, Кенанның маған арнап дайындаған тамағынан ауыз тисеңіз, дұрыс болар еді деп ойлаймын. Ақыры келіп болған екенсің, ендеше дастарханға жайғасып, астан ала бер. Мен етті тандырдан алып берейін. 12 минут өтті. Әрине. Көлігің әдемі екен. Әкем алып берді. Әке, мен көліксіз Стамбулда қалай жүрем деп емеурін білдіріп едім. Ертесі күні кілтті қолыма ұстатты. Қане отыр. Жарайды, жақсы. Жайланжан, киноға кешегеміз ғой. Қызау, киноны қайтеміз. Сені бір жерге алып барам. Ол жерде киноның көкесін сүрет. Қалай сонда? Таң атпаса екен деген. Мынаған қарашы, сендерге керемет етіп тандыр сірне жасадым. Өте керемет көрінеді екен. О, керемет. Осылай істеген кезде еттің дәмі келеді. Сендерге өз қолыммен жегіземін. Сендерге дейді? Бізге, яғни саған... Өзіме. Жоқ, саған ғана. Кезінде Кенанда маған өз қолымен талай тамақ жегізіп еді. Жалпы Кенан өте сезімтал жігіт қой. Иә, оныңыз рас.
Ол сондай сезімтал жігіт. Менің сүйіктімнің ондай қасиеті бар. Сізге біздің қалай танысқанымызды айтты ма? Қалай танысқандарыңызды айтпады. Бірақ мен ондай таныстық хикаяларын тыңдауды жақсы көремін. Қане айтыңызшы, құлағым сізде. Ол өте әдемі хикая. Париждегі жаңбырлы түн еді. Шанж-Елизеде серуендеп жүріп, тура кинодағы сияқты бір-бірімізге соғылып қалдық. Екеуміз де малмандай болғанбыз. Кенан мені бірден өзі түскен қонақ үйге апарды. Солай соғылып қалдыңыздар? Екеуіңіз де малмандай сусыздар, сосын бірден қонақ үйге апарды ма? Солай ма? Иә. Мен негізі қонақ үй іздеп жүргенмін. Кенан маған өз қонақ үйін ұсынды. Онысы дұрыс болды. Иә, жөн екен. Қонақ үйдің аты да Амор. Махаббат деген мағына береді. Сіз французша білетін шығарсыз. Солай ма? Жоқ, мен французша білмеймін. Деген мен түсіндім. Амор, махаббат деген сөз. Қалайда французша үйреніп алыңыз. Сөйтіп, мен сияқты Францияда ғашық болып көріңіз. Солай істеңіз. Жақсы. Жарайды, оны қоя тұрайық, одан да тамақ жегеніміз дұрыс. Не айтып отыр едім? Иә, не деп отыр едіңіз? Соғылып қалып малмандай су болып, Амор, Париж дедіңіз. Иә. Кенан екеуміз екі жаққа кетсек те мен Парижге ғашық күйімде қалдым. Себебі ол қала менің есіме ылғи да Кенанды сала беретін. Негізі Жайланды да сол біз түнеген қонақ үйде көтердім. Жаным менің, махаббатымыздың мәуесі, ынтықтығымыздың жемісі. Қандай қызық. Махаббаттарыңыздың мәуесі. Аңдаусыз да болды. Ынтықтықтарыңның жемісі деген сөз қызық екен. Ол хикая маған ұнады. Кенан. Аңдаусыз да болды. Қызау, ішімді пістіріп жібердің ғой. Неге томсырайып қалдың? Жарылатын шығармын. Бұл кең беді? Қараш. Ол сені қандай жағдайға жеткізгені? О, балай. Сөп-сүйкімді қызсың ғой. Бір байқұстың кесірінен өмірден түңіліп кетіпсің. Бәріне өзің кінәлісің, қыз. Сен осыны уайымдап нағы сорлық айналыпсың. Бай. Аналарға қараш. Онсыз да жақындар жасасыңдар. Ендеше сен де біраз көңіл көтерсеңші. Өз-өзіңді қолға ал. Өзің бажайлап қараш. Мына жердегі ең сұлу қыз сенсің. Жігіттердің бәрі сені көздерімен ішіп жеп барады. Сені әлі үйрету керек екен. Тоқта, мен не істеу керек екенін білем. Не істемексің? Қой деймін, Жайлан. Бізге қосылғыларың келмей ме? Не істеуші едім? Сайдың тасындай жігіттер емес пе? Біраз әңгімелесей, көзіміз ашылып, көңіліміз көтерілетін шығар. Жайлан-ай, Жайлан. Есепті біздің атымызға жазарсың. Отыруға бола ма? Әрине, сендерді тұрып тұрсын деп шақырған жоқпын. Менің атым Пораз, мына менің досым Онор. Менің атым Жайлан. Мына елша қыз Мүге.
Кенан, сен әлі бұрынғыдай қызғаншақсың ба? Оның мені қалай қызғанғанын тілмен жеткізе алмаспын. Оның бәрін қайдан шығарып отырсың? Іш. Рахмет, қызғалдағым. Қызғалдағым. Кенан мені тәтті тоқашым дейтін еді. Тоқаш? Иә. Тәтті? Тағы да бірдеңе бар еді. Атын еді. Қазір есіме түседі. Есіме түсті. Еріндім дейтін. Шие? Шірік шие. Ал мынау есіңде ме, Кенан? Мұны Парижден алғанмын. Сол күннен бері саусағымнан шешкен емеспін. Жетер енді. Мені шаршатып жібердіңдер ғой. Қызғалдағым. Жап аузыңды, жап. Кешірерсіз, Күле ханым. Байқамай көңіл күйіңізді түсіріп қойдым ба? Қызғалдағым, тыңдашы. Кешір дейді. Қызғалдағым, тыңдашы. Сен дұрыс түсінбей қалдың, жаным. Нелгін екеуміз көп жылдар бойы, яғни 20 жылдан бері мүлде кездескен емеспіз. Сондықтан да ол осылай сағынышпен еске алып отыр ғой. Иә. Кетші әрі. Сені де, нелгініңді де. Кешірерсіз, байқамай көңіл күйіңізді түсіріп алдым ба? Біресе тоқаш, біресе шиеміз. Тыныш қана орның отыр. Қазір тәтті тоқашыңды шиеңмен қосып еземін. Түсіндің бе? Мен кеттім. Мұна тамақ атау керелерің болсын. Кешір жаным, үстіңе төгіліп қалды ма? Киімім бүлінді-ау. Бүлінбек түгіл шіріп кетсін. Сен де солай бол. Шеш тоста, Кенан тазалап береді. Сенің осыда шешінуге құмбылғат мекенді жақсы түсіндім. Менің де кірімді ылғи сол жуат, шытырлатып тұрып жуат. Сен де шешін, киіміңді сол тазалап береді. Қызғалдағым. Буындырып өлтіремін. Қызғалдағым. Менің артымнан келуші болма. Болмаса жаныңды шығарып, көзілдіргімен қоса талқаныңды шығарам. Қызғалдағым. Абидо, жеңгең артынан бар, көз жазба. Оның тұратын жер жоқ екенін білесің ғой, одан көз жазба. Көп болады, Кенан мырза. Мен сонша не дедім? Күле ханымның неге сонша тулаған түсінбедім ғой. Мұнда алғаш рет келіп тұрсың ба? Я солай. Маған мұндай жерлер ұнамайды. Құрбының ылғи осындай ма? Махаббат қайғысы ғой. Оның көзіне шөп салыпты. Кім шөп салса да ішіп пысқан соң шөп салған болар. Қараш, аузында шар емес. Мынаған жұмыртқа бастырып қойсаң, 3 күнде балапан шығарады ғой. Сен қандай қалжың қой жігіт едің, а? Рахмет жаным. Мүге, біз сені бұлай апарып, тыныш бір жерге жатқызайық. Сен де демалып ал. Біз де рахаттанайық. Сөйтші жаным. Мен кетейін, кеш болып кетті. Жоқ, Мүге жан. Сынықты жаным. Біз әлгі Жамалдың басын жылмай, жаның жай таппайды екен. Оны қалай істемексің? Біз ол итке есінен кетпесе бір сабақ береміз. Есінен тандырамыз. Оны қалай істемексің? Ол жағы менің шаруам. Менің шаруам. Сен Жамалды мекен жайын білуші ме едің? Айтшы. Білемін. Менің мына жерде ішім пысты. Басқа жаққа барамыз ба? Жарайды. Қайда? Біз Мүге екеміз тамаша бір жерді білеміз, солай ма Мүге? Кетшір Желі, несің дұрыс па болмайды, ол жаққа бара алмаймыз. Құдай білет, жынданғанда тұрған ештеңе де жоқ. Ал кеттік, әлгі Жамалдың есін шығарып қайтайық. Әлі маған күндіз-түні рахмет айтатын боласың. Кеттік,
Кеттік. Ал, тұрайық. Жаңбыр астында қалып, малмандай су болыптымыз. Амор-амормыз. Бәлем елген көкеңді көзіңе көрсетермін. Маған бөлме берші. Хош келдіңіз, ханым. Жеке куәлігіңізді бересіз бе? Қайдағы жеке куәлік? Сен менің кім екенді білмейсің бе? А? Сен менің қызметкерімсің. Бұл жер атақандарға тиесілі емес пе? Мен де атақанмын. Мен Күле атақанмын. Бұл жердің негізі менің әкем қалаған, түсіндің бе? Сен қайдағы жеке куәлікті айтып тұрсың? Ханым, сіздің кім екеніңізді мен қайдан білейін? Бұл қонақ үйді түнеп шыққыңыз келсе, жеке куәлігіңізді көрсетіңіз. Жаратқан ием-ай, сен мені сынап тұрсың ба? Сынақтарың әлі бітпеп пе еді, Раббым? Сынақтарыңның бітетін кезі болды ғой жасаған. Бері қара, қайдағы жеке куәлік? Мен саған не айтып тұрмын? Мен Күле атақанмын. Бұл жер менікі деймін. Мен неменеге сенімен мылжыңдасып тұрмын. Қане бастығыңа хабарлас, қонақ үйдің бастығы Аднанға хабарлас. Дереу келсін. Аднан мырза бұл жерден кетіп болған, барлық қызметкерлер де ауысты. Сіз менімен бұлай сөйлесе беретін болсаңыз, сізді қонақ үйден қуып шығамын. Кімді? Мені ме? Сен не түсінбедің, не таза ақымақсың. Бері қара, бұл жер менікі деймін. Сені мен қудыртамын. Мені түсіндің бе, сен маған намай қылдың. Сен кімді қудыртқалы тұрсың, кімді қуып шықпақсың. Сені мен қудыртам, ұқтың ба? Бұл жердің негізін қалаған менің әкем деп тұрмын. Сен маған аты жөніңді айтшы. Жеке куәлігіңді сен маған көрсет. Неменеге жандынемді дауыл тұрып кетті десем, мен қауіпті алдын ала сезем ғой. Қане маған құжаттарыңды бер. Сен ұнатпай қалдым, сені қудырып жіберем. Неге жүрегім соншалықты атқақтап кетті деп түсінбей тұрсам, Құдай, әйелдің де әйелі бар. Қане маған атыңды айта қойшы, атың кім деймін айт қане. Не жеке куәлігіңді бер, не атыңды айт. Қане, атыңды айт. О, мұнда не болып жатыр? Күле ханымды неге ашуландырып жатырсыңдар? Сен бері қара. Сен әкем негізін қалаған біздің тамаша жайлы қонақ үйімізді өзіне ұқсатып жіберіпсің ғой. Бәрекелді, құттықтаймын. Бұл жерді тура өзің сияқтарсыз, тәрбиесіз немелермен толтырып тастапсың. Қызметкерлерінің бәрі өзіңнен аумай қалған. Өзің сияқты қарадырсын тентек, ақымақтарыңшың. Я, қолынан қорқытудан басқа түк келмейтін бас кеселер бастығынан осындай туризм маманы шықпағанда, енді қайтушы еді. Солай ғой. Енді басқа не істейді? Күлия, ханым, Құдай үшін бері қараңызшы. Егер бір қателік кетсе кешірім сұраймыз, бізді кешірерсіз. Мен сіздің келетініңізді қайдан білейін? Білген болсам есіктің көзінен осы жерге дейін қызыл кілем төсетіп тастар едім. О не дегеніңіз? Сенің мына қызметкерің маған дөрекілі көрсетті. Кім? Мынау ма? Дөрекілік көрсеткен осы ма? Я осы атын сұрасам, оны да айтпайды. О, Құдай атуба. Бұл не ғой? Тіркеуші. Жарайды, кім болсаң да дереу Күле ханымнан кешірім сұра тез. Не, Күле ханым, сізден кешірім сұрайын. Бұдан бұлай алдыңда Күле атақан тұр дейтін болса дереу оның айтқаны орындалады, ұқтың ба? Күле ханым, қаласаңыз сізге бөлме дайындатайын. Не дейді? Бөлме дайындайын ба? Күле ханымға бөлме дейсің бе? Күле атақанға қатардағы бөлмелердің біреуін дайындайын деп тұрсың ба? Балақай, сенің басың істейм өзі? Әлде көкмейсің ба? Мен не деп тұрмын? Патшалар үйін дайындаңдар, патшалар ішінде шампан, шоколад тіпті гүлдер де дайын тұратын болсын, оған қоса құлпынай, жаңғақ, басқалар да болатын болсын. Жарайды, мырза, мен қазір айтқан жеріңізді дайын қыламын. Айтқаныңыздың бәрі де болады. Сөйтіңіз, сіз дәурелейтін болдық дегенмен. Мархабат. Күле ханым, бұдан басқа қалауыңыз, әміріңіз бар ма? Мен бірдеңе ойластырдым. Мүмкін сізге джакузи дайындату керек шығар, әлде ыстық тастар бар спа дайындатайын ба? Қалай қарайсыз? Жоқ, керегі жоқ. Мен мұнда тынығу үшін келдім. Қазір жекем жұқарып тұр. Жекем жұқарған кезде осындай тым ашушаң болып кететінім бар. Түсінем. Кенан мырза? Жағдай қалай? Күлем қалай, жақсы ма? Кенан мырза, Күле ханым атақан қонақ үйіне келді. Бірақ аздап ыңғайсыз жағдай болды.
ыңғайсыз жағдай болды дегені қалай? Қане дұрыстабайды? Айтқанда былай ғой, Кенан мырза әлгі Бекшет деген адам да осында екен. Бекшетте. Бекшет дейсің бе? Ол делғыл онда не істеп жүр? Қызғалдағыңыздың жанынан үйіріліп шығар емес. Оған патша үйін дайындатып шоколад, шампан, құлпынай, жаңғақ дегендермен толтырып тастады. Не дейді? Құлпынай жаңғақ дейсің бе? Не дейді? Не істеуді бұйырасыз? Естеуді бирасы дегенің қалай, Абидин? Сен тапаншаны шақпақ деп ойлап жүрсің бе? Бауырым, оларсыз Бекшеттің маңдайына екі оқ қадамарым қатыр. Жоқ, тұра тұр. Ең дұрысы, оның маңдайына өзім оқ қадармын. Тұтқаны ғой, мен қазір барам. Өкеңнің шаңғақ жеміс дейді ғой, оңбағандар мен қызғалдағым үшін оқшантай оқ жаудыруға дайымын. Ол үшін мен ордалы әскер етіп барып, ойран салуға дайыммын. Көрсетім. Кенан, ғафу етерсің. Мен өзімде байқамай екеуіңді араздастырып қойдым. Мен оның осынша қызғаншақ екенін қайдан білейін? Нелгін. Дәл қазір менің қызғалдағымда үзгілер келіп тұр. Нелгін, қызғалдағымда үзгелі жатыр. Бұл әлі басы ғана. Сені сол Күлиядан қалай алып кететінді білмейде қаларсың. Апамнан әлі хабар жоқ. Телефонда өшіп тұр. Қамықпаш. Егер бір жамандық болған болса, Бекшет аға бірден айтар еді ғой. Бұйырса жақында мен ажырасам, сосын тойымызда Сұлтан апаның жанында жасармыз, Сәл де болса жұмыс еді. Сен ана малғын үшін азап шегіп жүрсің бе? Ол сені ойлап та қоймайды. Қараш. Ана қыздың аузына кіріп кете жаздап отыр. Жаныңда келбетті жігіт тұр. Соның қолдығына кірде қылым сыйғал. Еркек деген ақымақ, қой ақымақ. Қолындағы алтынның қадірін дер кезінде білмейді. Бұлай өтеміз бе? Әрине. Қайырлы кеш, Жемалжан. Кеш жарық, Сенепжан. Мына қыз мұнда қайдан жүр? Білмеймін. Аға, дастархан жасап жіберші. Қалай жаным, мына жер ұнады ма? Ұнады, жан. Солай ма? Не болып жатыр, Сендер не істеп жүрсіңдер, Ештеңе, жай. Достармен көңіл көтеруге келдік. Тамақ ішкіміз келген соң осында соғып тұрмыз. Онда сенің не шаруаң бар, Жемал? Не шаруаң бар ма, Мүге? Жаным, тапсырыс қабылдайтын болсаң қабылда. Болмаса жанымызда қақайып тұрмай даяшыңды жібер. Қане? Аға, мыналарға сен қараш. Мүгенің атқан оғы дөп дейді. Қайда деймін, қайда, менің Күлиям қайда? Патша үйінде, Кенан мырза. Жарайды, сен осында қал. Былай тұр деймін, былай тұр. Жоқ. Маған
тіпті жуыну да пайда бермеді. Әлі де болса сол баяғы жекем сымдай тартылған. Аса шушан қалпымда тұрмын. Ай, Кенан, Құдай төбеңнен ұрсын, Кенан. Ай, Кенан, мен сенің ана ағарған шашыңды, ағарған сақал мұртыңды талдап тұрып жылармын бәлем. Бір талдап жыламын, Кенан. Осы істегендерінің жазасын тартқызармын, Кенан. Саған кең дүниені тар етіп, көзәйнекті көзіңді сықситып қоймасам ба? Солай істеймін. Көпке замай, еңбектеп алдыма келерсің. Менің қырмызы қызғалдағым, сарғалдағым. Негізі олай емес бұлай ет. Жаным менің, сапсары сарғалдағым дейсің ғой әлі. Саған әлі көресінді көрсетермін. Кенан келген бе? Бәлем, қазір саған көресінді көрсетем. Тағы да сәлеметсіз бе? Тыныштық болар? Маған сәл уақытыңызды бөлесіз бе? Кел балақай. Сен бұлай өте бер. Солай өт. Қане. Ханым, мен сізге арна болмашы бірдеңелер дайындатып едім. Ханым, бұл өзіңізге арналған. Ішінде теңіз шаяны бар, май шабағы бар, оған қоса шабақ пен швециялық шоколад бар. Шағын ғана қош келдің деп аталатын кәдеміз еді. Төменде болған ыңғайсыз жағдайды ұмыттыру үшін жасап отырған сыйымызды қабыл алсаңыз қуанып қалар едім. Күлия ханым, сіз әлемдегі ең керемет сыйға лайық адамның перзентсіз дегім келсе де, айта алмай тұрмын. Оны айта алмау себебім сіз періштесіз. Көп рахмет. Оқасы жоқ. Шырағым, не болып жатыр? Сен арсыз неге менің қызғалдағымның қолынан сүйіп жатырсың, а? Сен менің болашақ адал жарымның бөлмесінде не істеп жүрсің, ит? Ханымның жанында біріншіден қол жүгіртуге болмайды. Екіншіден жағамды жібер. Үшіншіден, егер жағаласқың келсе, төменге түсіп, тыныш бір жерде сенің сыбағаңды жақсылап тұрып берейін. Сөйтіп есіңді жиярсың. Төртіншіден, еркек болсаң, болашақ әйеліңді неге қонақ үйге жібересің? Қане жағамды жібер. Қане. Ит! Кенан! Маған қараш. Қара. Оның жағасын жібер. Бехчет мырза, мені сыйлы қонақ ретінде күтіп алды. Өзі келіп, сый-сияпат жасап отыр. Әрине мен сияқты көрікті де жаса елге оны сонабақ отыр. Яғни мен де ерулге қарулы жасауым керек. Сондықтан да сенен Бехчет мырзамен және Бехчет мырзаның маған дайындап қойған сый-сияпатымен мені оңаша қалдыруыңды сұраймын. Егер бұл саған ұнамай жатса, не істейтінді білесің бе? Сен Нелгүн екеуінің дастарханыңа қайтып орал. Әлі не бар ғой? Жиі ерінде Нелгүнің бар ғой. Соқ пішінді Нелгүнше, тіпті әлгі ескі таспаларың бар ғой. Сол таспаларыңды қосып екеуін құшақтасып, амор деп ұрандап билеңдер. Жарай ма? Сол сұп-сұқ Нелгүнің мен билеңдер. Екеуің оңаша отырып, сезімге толы кеш өткізіңдер. Бізді де оңаша қалдырыңдар, себебі біз Бехчет мырза екеуміз нетеміз. Яғни әңгімелесеміз. Қызғалдағым, сен не айтып кеттің? Кенан, бар енді. Бар дейді? Бар, Кенан. Бар деймін. Ханымның не айтқанын естідің ғой. Ал, қане енді, табаның жалтырат. Қане. О, құдая тоба. Кенан, сенеге бетіме түк түсінбегендей бажырайып қарап тұрғанды ұқпадым ғой. Саған бардана сұп-сұқ Нелгүн жаныңмен сезімге толы кеш өткіз деп
тұрмын ғой. Егер байқаған болсаң, мен сен тіпті әйел ретінде қызғанып та отырған жоқпын. Қане енді бар. Бар. Гүлия ханым, дәл қазір не болғанын білесіз бе? Мына тұстан бір толқын жүгіріп өтті. Не деген мағыналы, не деген әдемі сөздер еді. Иә. Гүлия ханым, сізбен бір шай ішеміз бе? Қалай ойлайсыз? Бері қара, бауырым. Сен мен шай тұрғай, суды ішпеймін. Бауырым? Я, бауырым. Менің ішім пісті. Қане бөлмемнен тайып тұр. Қане. Қане, шық. Бірақ Гүлия... Алла тағалай. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Ағдар. Қашанға дейін мөгеге қарап отырасың, Жамал? Өзің айтшы, Зейнеп. Менің дәмханама келіп осылай істеуге бола ма? Сен мөгеде не шаруаң бар, а? Не шаруаң бар? Жамал. Сендер өздеріңді кімін деп ойлайсыңдар, а? Бауырым, сен неге қайта бізге қадала бересің? Ақылға келсеңші. Ақылды бол, бауырым. Ақылды болайын ба? Дұрыс, ақылды болайын. Әрине, ақылды болуым керек. Аға, сен ештеңеге алаңдама. Бәрі дұрыс, алаң болмаңдар. Сендер кімнің дәмханасында кімге ақыл айтып тұрсыңдар, а? Жамал. Кімге күш көрсетіп тұрсыңдар? Өңшең ит. Кімге күш көрсетпексіңдер? Ақылды бол дейді. Міне саған ақыл. Ал, ақылды болған түрі мұнады ма? Қане жоғалыңдар. Қайт тұрыңдар. Сен өзіңді кіммін деп ойлайсың, а? Сен қай бетіңнен мені қызғанасың? Мен сені күйеуіңмін. Қағаз жүзінде болса да, мен сенің әлде күйеуіңмін, сондықтан да аяғыңды байқап бас. Ана ит сені неге сүйеді, а? Мұны маған айтып тұрған сенсің бе? Сен менің күйеуім тұрғай итім демессің. Мен де сенің әйелің емеспін. Қалаған істеймін, онда шаруаң болмасын. Болғаны қандай? Сен әлде менің әйелімсің, ұқтың ба? Зейнеп, болашақ күйеуіңді әр алып кетші. Мынауыңа ие болсаңшы. Сен мөгені әлі де ұмыт алмапсың, е? Солай ма, Жамал? Сен мына қызды қызғанып тұрсың ба? Сен мөгені қызғанады екенсің, Жамал. Бұл сөзіме бір жауапты айта алмай тұрсың. Құдай төбеңнен ұрсын. Зейнеп! Жайлам, болды, кетейікші құрсын. Мына жердің берекесі кетіп қалды. Түкке тұрмайтын жері болып қалды. Әрине, Мүгежан, кетейік. Басқа бір жерге барайық. Жүр, жаным, кетейік. Қара, Жамал, ақшаң тастап кеттім. Ал сау бол.
Көрдің бе? Мен қателеспеген екенмін. Өзің де көрдің ғой. Жемал мені қызғанды. Мен саған оған әлі көрсетеміз демеп пе едім. Тұра тұр, бұл әлі басы ғана. Біз оған әлі талай көрсетеміз. Осы айтқанды есіңе сақта. Мен сол Жемаліңді түбінде есігінің алдындағы құлың етіп бермесем, желем болмай кетейін. Ол әлі есігінің алдында мүге деп ботадай боздап, сан рет келетін болады қыз. Көптен бері осындай бақытты болып көрмеп едім. Жаным, саған мыңда бір рахмет. Жаным. Тұра тұр. Бұл әлі ештеңе емес. Біз бәрін тайдай тулататын боламыз, жаным. Бірақ семен тыңдайтын бол, жарай ма? Олар енді бізден қорықсын. Олай болса, не тейік, біз кетейік. Biz de gidelim. Бахардың да жағдайы жақсы сияқты. Сіздерді де мазалай бермейік. Кейін Рандты арда келіп тұрар. Біз ақырындап жылжи берейік. Тұра тұр. Сонда не Нұран сендермен бірге кете ме? Сенің бұл мәселеде бірдеңе деуге хақың жоқ. Бахар, Біз Эфсун екеуміз келістік. Нұран әзірге солардың қолында бола тұрады. шырағым, ол бұның тым артықтау емес пе? Сотқа дейін солай болады еке. Эфсун маған уәде берді. Ол Нұранды ешқайда да кетпейді. Бахар, жаным, оған сенуге бола ма екен? Әңгіме Эфсун туралы болып жатыр. Оның не істегенін білесің, оған сенуге болмайды. Уәдем. Уәдеміз. Біз кеттік. Жүр, Нұран, бәрінің бетінен сүйіп, сау бол деп шыға қой. Қане. Тәте, сау болыңыз. Алла жар болсын. Сау болыңыз, Атеш аға. Сау бола ғой. Ал, сау бол ата. Жолың болсын. Бұйырса жақында кездесерміз, ботам. Сау бол. Сау болыңыздар. Бас киіміңді кел. Қане. Үйімізге барамыз ба? Я ботақан, үйімізге барамыз. Бұдан бұлай ешқайда да кетпейміз ғой, я? Кетпейміз, періштем. Ал Сұлтан әжемге қайтып келе ме? Солай ма? Бұйырса, қызым, бұйырса. Апа, менің ұйқым келді. Апаң сенің садақаң кетсін. Қане, басыңды қой да көзіңді жұма қой. Менің де ұйқым келді. Өмірімде алғаш рет қатты шаршадым. Жаным сол. Шаршамағанда ше, жаным. Ертең қысын ғана балықшы кемесімен Румынияға кетіп бара жатыр едік. Ал енді автобуспен үйімізге кетіп барамыз. Біздің өмірімізден телехикая түсірсе көрермен де көп болар еді. Жоқ. Ғанекеңнің алтындары осында болуға тиіс, қызым, осында болуы керек. Әрине, босағаның астын қазғанда да осылай деген болатынсың. Жоқ, осы жолы бәрін дұрыс есептедім, осында болуға тиіс. Жақсы, қане тездет. Мен саған бульдозермен бе қазып жатырмын ғой. Детектор құрғыр осы жерден дыбыс берген еді. Қайда олады? Алтындар қайда? Құдайым ай, қайда кетті? Әке,
Айғайламасаңшы, біреу естіп қалар. Міне таптым. Таптың ба? Таптың ба? Тапқан сияқтымыз. Шынымен таптың ба, әке? Таптық, Зухал. Қане, Таптық. тез ашшы. Зухал. Әке, тай. Зухал. Маған қараш. Алтын. Біз бай болдық, Зухал. Маған қараш. Байыдық. Қане, көрейінші. Қараш, әке. Әке, менен түрмеге түспеймін. Түк болмаса қашып кетермін, сөйтіп оңаша өмір сүремін. Әке. Бәрімізді шалқып өмір сүреміз, бәріміз. Не істеп жатырсың, әке? Мұны сату керек. Қой, Жар әке, сен бұлар дергерге апармақсың ба? Иә? Оның ұрлық екен біліп қойса ше? Қайдан білейін, бұларды тіркеуге алған шығар. Бірден полицияға хабар берсе ше? Бізге енді барынша ақылды болу керек. Мұны үйге де апара алмаймыз. Волкан көрсе бәле қылады. Білесің ғой. Иә? Әуелі асықпай іздеп бұларды ақшаға айналдыратын сенімді бір жер табамыз. Оған дейін осы үйде жасыра тұрамыз. Осы үйде. Одан бұрын мен ғаниметті алдарқата тұруым керек. Білесің ғой, мына үйлерді де саттыру керек. Мен оны сый-сияпатпен алдап кешірімін алайын, бірақ қалтамда көк тиын жоқ. Қалай сыйлық алам? Иә, сенікі дұрыс. Ендеше мыналарды ал. Міне, осыны жеткізе тұр. Мынауыңмен ғаниметке қандай сыйлық алам? Оның кешіріміне еге болатындай ақша берсеңші. Неменеге айғайлайсың? Жарайды, мынаны ал. Бірақ бар ақшамды беріп тұрым. Мұны көр жерге жұмсап жүрме, әке. Мен ақшаны босқа жұмсамаймын, Зухалжан. Олай болса, алтындарды мына құтыға сал. Мен шашылған жерді жинастырып тастайын. Жарай ма, әке? Қане? Жарайды. О, Алла! Жалғанды, Ардаш, жалғанды. Мына құрғы зыбырдышка дейме бірдеңе дейді. Мынау не дейді? Осы емес дейме, әлде байланыс аясына тішерде дейме? Мен қайдан білейін, мен де Салиха ағаға сан рет хабарласам да жауап бермеді. Құдайға бір хабар алсақ болар еді. Менің мазамға шабастап, бір бәлеге ұрынған жоқ па өздері? Жоға, әуел аман сау жетіп алсыншы, сосын өздері хабарласар. Қыз аумаған қараш. Нұран, мен саған бәрінен бұрын румын тілін үйретейінші. Сосын мына зыбырдышканың екен айтарсың. Қош келдіңіздер. Сіздердің кетпегендеріңізге қуанып отырмын. Төрлетіңіздер. Саяқ, құдаяқ, бізде қатты сағындық. Ант етейін, айдың босағасын сүйуге дайынмын. Қош келдіңіздер. Волки-толки де осында екен. Қош келдің, Нұран. Қош болдық. Нұран, кілемді аяғымен баспа. Сен жай жүрсің бе? Жай ғой, жай. Біз біраз бұрын темен кездесіп қалып едім. Сол бәрін айтты. Болмаса, сендердің қашқандарынан хабарым жоқ еді. Сосын сіздер қайтып келетін болды деген соң, осында күте тұрайын дедім. Сендерге айтатын бір еді. О, құдай тобы. Екі кештің арасында соншалықты маңызды не мәселе еді? Тая, Иә, сен Нұранды ұйықтатшы. жарайды. Ал кеттік. Жақсы түс көріңдер. Сау бол ғой. Мынау не? Бұл не екенін білесің бе? Мен көлікті сатып жіберіп едім. Сосын салған ақшаға бірдеңе ашайын дедім. Не істеп не қоям деп біраз ойландым. Сосын Османға жақын бір жерден бір көйлек дүкенін ашайын деп ғимарат сатып алдым. Алла берекесін берсін. Біздің не қатысымыз бар, Балканжан? Болғанда қандай? Қатысы қанша дегенің қалай? Сендерді осындай жағдайға түсірген мен емеспін бе?
Мына бала да менің кесірімнен лашықта өмір сүріп жатыр. Мен бұл баланың болашағына балта шаптым. Құдайға соны ойласам ұйқым қашады. керек жоқ, оның тым артық. Артығы қалай? Біз әкем екеуміз көлікте сендерден боп салап алған жоқпыз ба? Бұл ақша негізі менікі емес, сендердікі ғой. Бір жағынан сен көйлек жағын жақсы білесің ғой. Сен жоқ жерден өз сауда белгінде жасаған адамсың ғой, Евсун. Егер келсер болсаң тағы да сондай нәрсе істеуге болады. Arda Allah rızası. Арда, Құдай үшін, сен де жоқ дей көрмеші. Бір-бірімізге арқа сүйей отырып, маңдай терімізбен адал нанымызды табамыз ғой. Арда, Евсон, бұған не дейсіңдер? Мен де мынадай Sefil hayatımda бос селтеңбай өмірден құтылып, ертеңгісін жұмысқа барып кешке үйге қайтатын болам. Мен де адам сияқты өмір сүрем, жарайды. Ендеше әзірге ештеңе демей ақ қойыңдар, әзірге бірдеңе деудің қажет жоқ. Ертеңгісін кездесейік те шеберхананы барып көріңдер. bana göre Егер сендерге ұнап жатса, соған орай бір байламға келерсіңдер. Әке, Ау, ойбай, мыналарың не? Ал дегенге үйіпсің ғой. Мыналарың тым артық емес пе, әке? Ғаниметті көндір оңай деп едің. Сен араласпа, аздан кейін ол кемпірдің көңілін тауып, кешірімін қалай алады екенмін. Көресің. Ал қане, бісміллә. Тоқта, мен қақайын. Қане есіт қақ. Жоқ боп кет, болды. Kimsiniz? Сіздерге не керек? Балгам. Әй, мен қойған еке. Серттеп, бұл рұқсат болса үйге кіріп, мыналарды өзіңе берсем дебем. Кешіресің. Міне бұлай. Қарашыған еке, саған қандай керемет сыйлықтар, қандай әдемі көйлектер алдым. Әтір де, әдемі білезіктер де бар. Ғанеке, әр күн сайын бір көйлек киіп, базардағы қатындардың ішін күйдірш. Ауылдың қатындары седі көргенде, іштерін мысықтырын астын деп, ешбір шығыннан аянып қалған емеспін. Мұның бәрі сізге. Мұны не қалдың? Мен осыны сұрап бедім сенен. Сен не нәрсенің де ең әдемісіне лайықсың ғой. Мен соны ойлап осыларды алдым ғой. Болмаса сенен бірдеңе дәметет деймісің, қойш. Тыңдаш, егер бұлардың бәрін кешірім сұрау үшін алды деп ойласаң, қатты қателесесің. Мен тек сені қуантайын дедім. Мен өзіңді қалай сыйлайтынымды көрсін дедім, кемпір. Міне осы күлкің бар ғой. Мен үшін бәрінен де қымбат қой, бәйбіше. Бәрінен де. Ал мен кеттім. Сау бол, аман бол. Алған сыйлықтарымды өзің асықпай қарап шығарсың, жаным. Бай-бай. Не болды? Татуластыңдар ма? Қалай? Әзірге татуласпадық, бірақ аз қалды. Ғанекеңнің есін шығардым. Ондай істерге мәтаққым екенімді білесің ғой. Нәтижесін ертең көрерміз. Ал жақсы, сау бол. Сен қайда кеттің? Қайда кеттің дегенді қалай? Жұмыс істейсің, сонда рахатын қашан көреміз? Демалуға хақың бар шығар енді. Бай-бай. Әке! Бір ақымақтық істеп жүрме. Істем, әке. Тағы да бәрін білдіріп жүрерсің. Әке! Ой, Аллай. Ал енді түнгі клубты таңдай беріп берді.
Ой Аллай, мен осы алтындарды кешкісін судай сапырамын ғой. Қане перттер тарталға. Бахар ханым. Бахар ханым. Не болды қыз? Дәрілерінен пайда болды ма? Жоқ, жапырақ болмады. Бұл қатын әлі түк болмағандай төменде отыр. Ту, сен қызда қорқақтай бермей тағда екі-үшеуін ішкізсеңші. Мүмкін мүлде арам қатып одан бір жола құтылатын шығарсың. Солай дейсің бе? Олай болса, оның 4-5-еуін бірақ берейін. Жаным, қайда барасың? Үстіме тағда қалыңда бірдеңе киейін деп ем. Сен сонда қазір жоғарыға шығып қалың киім алмақсың ба? Жоқ, оның болмайды. Ой, Аллай. Саған мен өзім әкеліп беремін. Бұдан бұлай ауыр ештеңе көтеруші болма. Мейлі, солай ақ болсын. Көп рахмет. Жақсы, күте тұр. Жапырақ, мен тыңдашы. Мен арнайы зімбірмен лимон қосылған су дайындап едім. Дәріні соған қоссам, дәмі шыға қоймас, я? Жарайсың қыз, дұрыс ойластырыпсың. Айтпа. Жарайды, саған өзім хабарласамын. Райхан, Тыңдап тұрмын. сен кіммен сөйлестің? Бір құрбыммен сөйлесіп тұр едім. Құрбың ба? Я, Сенің танысың жоғы қайда? Маған ешқандай құрбың туралы айтпап едің ғой. бұрынғы ауылда қыздар ғой. Көп жас сағырлар өздері тым жанашыр жандар. Арасында осылай хал жағдай сұрасып тұрады. Мұнда не істеп жатырсың? Мен Бахар ханымға зімбірі мен лимон қосылған шай әкеліп едім. Ол жүкті әйелдерге пайдалы дейді. Өте пайдалы. Рахмет. Оқас жоқ. Айтпақшы, мен саған бірден айтайын деп едім. Берса осыншама сергелденен соң Бахар екеуің бақытты боласыңдар ғой. Мен соған қатты қуанып жүрмін. Берса Алла енді сендерден бақытын аяй қоймас. Бахар ханым да баласын емін еркін өсіретін шығар. Берса. Көп рахмет, Райхан. Оқас жоқ. Мен енді төменге түсейін. Халат.
Келіңіз ағасы, мұнда жайғасыңыз. Рахмет, бауырым, рахмет. Қане, дастарханды бір жайнатып жіберші. Қанекей. Жарайды ағасы. О, қызықтың тура ортасына түспін ғой. Бері қара, маған бір қыз жіберші. Жарайды ағасы. Біреуі аз болады. Ағы бір сұлу жібер. Мен қазір 120 мен кетіп барам. Әзірге қызыл бағдаршамда тұрмын. Жібер. Қазір ағасы. О, келбетті ағасы, хош келдің. Сенің аға деген тілдеріңнен айналдым. Сенің атың кім? А? Жапырақ. Не істейсің сен, жапырағым ау? Ханымдардың сұрағанын алып кел. Жарайды ағасы. Қане? Ағасы, сенің ақшаң көп пе не? Қалай есептеспексің? Сосын бүкіл зейнетақыңды осында беріп жүрме? Ақша дейсің бе, қызау? Ақша деген не тәйірі? Менде ақша тұрғай қап-қап алтын бар. Ал мынау саған, жапырағым. Көкесі, сен бұларды қайдан таптың, а? Бұлардан тағы да бар ма? Болғанда қандай? Мен қазына тауып алдым, қазына. Үйде бұлардың бір сандығы бар. Сендер неге ештеңе жемейсіңдер? Жейміз ғой, көке. Қане, алыңдар енді. Ал. Қане. Қане, жапырағым, қане. Қане, Төменнен. келбетті аға биле. Төменнен, о. Мынаның алтынын сыпырып алайық. Жарайды. Қане биле. Көкетай, Жаным ау. көкесі, мына жерде көпке түсіп қаласың, сенің үйіңе барайық. Сенің үйіңе. Сен қыздың үйге барайық деген тіліңнен айналдым. Менің үйіме барайық. Мен үйге апаруды жақсы білемін. Алла, қане билейік. Жаным, бүгін сен қатты шаршадың. Ұйқың келген жоқ па? Қане Бахар, ұйықтамай тұрып судан ішіп алшы. Қане, көзіңді жұмда ұйықташы. Сен неге ұйықтамайсың? Неге? Себебі мен түні бойы сұлу жарыма қарап отырамын. Махаббатта бітеді дейді ғой. Менікі бітпейді. Мен күн сайын ғашық болам. Күн сайын. Мысалы, кеше тағы да ғашық болдым. Бүгін де ғашық болдым. Дәл қазір тағы да ғашық болып отырмын. Сөйтіп әр сәт сайын саған ғашық болып отырамын. Мен де саған. Мына әлемде сенен асқан сұлу ана бар ма екен?
Токтай турчу. Саған мынаны айтайын ба? Көрдей тұр, бұл тағы да қыз болады. Иә. Нұран сияқты, ана сияқты сүп-сүйкімді қыз болады. Ал мен ылғи да жандарыңда боламын. Жандарыңда. Сенің жағдайың қалай, жүрегің айып тұрған жоқ па? Шүкір, жақсы. Шын айтасың ба, Бахар? Су. Тұра тұршы. Су. Қазір. Ішпеймін, Аташ. Ішпеймін. Бері келші. Жатып ұйықтайықшы. Суды іш, қарға тұмсықты қатын. Зәртер, сен осыншама алтынмен мына жерде тұрасың ба? Иә, бірақ алтынды ақшаға айналдырған соң байлар ауданына көшемін. Саған да үй алып берем. Және үйлеріңді жайнап тастайым. Ол жағын қатырамын. Олай. Ай, Ғанекең шықты. Жасырыныңдар. Оның кім? Ғанеке кәрі кемпір. Ол нетпесін деп неткенім ғой. Ренжи көрмеңіздер, ханымдар. Яздап шашылып жатыр, неге десеңдер, алтынды табу үшін үйдің ішін қазуға тура келді. Сондықтан шашылып жатыр. Ал қане, дөрлетіңдер. Әлгі шырақтар қайда? Бәртев, неге шам жақпайсың? Шырақтар сезімді қозғайды ғой, жапырағым ау. Қане, келе ғой, жақ көрейік. Жапырағым менің. Менің сүйіктім. Сенен басқа менің кімім бар менің? Жапырағым менің сүйіктім. Жапырағым менің сүйіктім. Кімім бар менің? О, менің бота көзім. Сенен басқа кімім бар? Жапырағым менің. Сенен басқа менің кімім бар? Жапырағым менің. Бота көзім менің. Жапырақ, не көрдің? Оған ештеңе болған жоқ па? Амарам қатсын. Мынадай жаста ие салаң болып жүрген, өзінен көрсін. Былай тұр қыз. Бақа әлгі
алтындары қайда екен? Қарайық. Қарайық. Қане. Оғыз, таптым. Міне тауып алдым. Құдайықы, бәшіреген бай болдық. Көрейінші. Тауып алдық. Алла, саған мыңда бір шүкір. Қане, тез алайық та бұл жерден қайтып тұрайық. Кеттік. Алла. Ақымақ, бұларды неге төгіп алдың, а? Жарайды, қойшы. Байыдық. Байыдық. Алла. Алла. Байыдық. Алла. Әй, әкей. Қазір қай жерде қылжиып жатқаныңды кім білсін? Тым болмаса телефонға жауап берсең етті. Бірдеңеге ұрынсаңшы. Құдай сақтасын. Құдай сақтасын. Қане, әке, телефонға жауап берші, қане. Әкетай. Қане. Мынау. Әкемнің телефоны ғой. Әке. Әке. О, Алла. Мына жерде не болғаны? Әке. 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 Әке, жағдайың жақсы ма? Әке. 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 Жапырағым менің, сүйіктім менің. Тірекен. Тірекен. Әке, көзіңді ашшы. Есіңді жишы. Есіңді жи. Алла! Тұр. Қызым, Тұр. Тұр. не болды? Сол Захарды ішпеш деймін ғой саған, ішпеш деймін. Қарашы, есек сияқты аунап жатырсың. Өзіңді өзің масқаралап тұрсың. Ондай Захарға неге сонша құмар болдың екенсің, а? Үйде шашып тастапсың. Құдай үшін жапса аузыңды, онсыз да басым дың-дың болып тұр. Оның неге жарылып кетпейді? Тұра тұршы әлгі. Жапырақ неге басымнан шишамен ұрды? Не үшін, а? Сен не деп тұрсың? Жапырақ деген кім? Жаңа ғана соны айтып сандырақтап жатыр едің. Әке, сен тағы не білдірдің? Алтындарды ұрлап кетті. Не? Алтындарды ұрлап па? Бұйыртса таба алмаған шығар. Әке! Бұйыртса таба алмаған шығар. Тез аш, тез! Алтындарым! Алтындарым! Аш, аш! Алтындарым! Ұрлап кетті албасты жапырақ. Бұған қалай дәтің барды? Құдай тас төбеңнен ұрсын, мұның қалай, әке? Мұның қалай деймін. Ол алтындар біздің үмітіміз еді ғой. Олар бізді құтқаратын еді ғой. Бірақ кінә сенде емес, мына менде. Саған сенуге болмайтынын білуім керек еді ғой. Ақымақпын мен. Мені сатып кетті, алдап кетті ғой. Құдай менің төбемнен ұрсын. Құдай менің төбемнен ұрсын. Мынау тамаша ғой. Мұнда көптігін мәшінесі бар екен. Шын айтам, мен мұнда отырып алып бүкіл дизайным тігем. Оллахи билахи, сериялар өнімін шығарам. Киім атаулыны көп тігетін болам. Тәтемде көргенде ғой шіркін. Олар неге бір хабарын айтпай жатыр? Арда? Иә. Ертең барып адвокатпен сөйлесекші. Бақар бәрібір шағымданбаймын деді ғой. Онда тәтемді құтқарудың бір амалын табатын шығармыз, а? Бұйыртса, Ефсон, бұйыртса.
Колумуздан келгенче аянбаспыз. Сен риза болсаң бул. Жаным пида болсын саған. Қандай адам едің, а? Неткен жан едің, а? Жігіттің төресі. Менің алтын күйеуімсің ғой, сен азаматым менің. Ардиш. Отбасылық өмір біз үшін ғана ма деймі? Шын айтам, екеуміз үшін ғана, екеуміз үшін. Егер жұмысымызға оралатын болсақ, сен мына пиар мәселесін, құжат жүргізу жағын өз қолың алатын бол. Мен ол жағын түсінбеймін, онсыз да басым қатып, санам сансақта жүр. Одан кейін жұмысты өзім қолға аларым. Сен де Балқанжан. Сен де директор бол, қойма директор бол. Ол да жақсы лауазым ғой. Жарайды, не болса да директор ғой теура. Sonuçta Қоймада болса не ғой, жарайды. tamam Қалған ақша бар ғой, сол қалған ақшамен сендер маған не бар, не жоқ, соның тізімін шығарып беріңдер. Не жетпейді, алдымен зәру керек нәрселерден бастайық. Сосын мен барып қалғандарды сатып Иә, алайын. бәрі қолынан келеді деймін. Біз ол туралы кейін жеке сөйлесейік. Жарайды. Жарайды ағасы. Иә, сайып келгенде бізде бәрі бар ғой. Мына жерге қараңдаршы, тіпті телевизорымыз да бар. Істей ме екен өзі? Мына пульт істеп тұр ма екен, Міне қосылды. Қара теңізде жан түршігерлік оқиға. Бүгін таңертең қайғылы хабар Қара теңізден келді. Стамбулдан жолға шыққан әрі Костенжа айлағына бет алған түрк байрағы бар Сарухан есімді балықшының кемесі Румынияға барар жолда суға батып кетті. Біздің кеме емес пе? Білмеймін, Efsun. Кемедегі қызметкерлердің мәйіттерін іздестіру кезінде капитан Мунир Текенің жансыз денесі жағалаудан табылды. Құрып кеткір. Мунир капитан дейді. Кеме қызметкерлерінің ішінде Самих Текен мен Феридун Шекердің істісі жоғалып кеткен анықталды. Суға батқан кемені құтқаруға барған мамандар тағы да екі түрік жолаушысының аты жөнін анықтады. Солтан Ердемлі мен Салих Сарыкай атты екі отандасымыздан да хабар ошар болмай жатқан көрінеді. kurtulmuştur onlar.